көрпешемді білесіздер ғой. Соның ортасында пагон мынау. Мінекей. Енді қазір осыны мен тігу үшін, үш түрлі матадан, үш түрлі көк, қызыл, бұл екеуі матовый велюр. Олардың енін 2,5 сантиметрден етіп алдым. Мен ұзындықтарын бір деғіп бәрін кесіп алдым. Және соның ұзындығымен бір деғіп, атласты да кесіп алдым. Астыларына барлығын флизеленнің жұмсағын жапсырдым. Мынау атлас, партерный атлас, оған да флизелин жапсырып алдым мен. Бұл да осылардың ұзындықтарымен бір деғіп, мінекей қараңыздар. Ұзындықтарын бір деғіп, бәрінің. Бұл неміздің өзі, пагон құрақтың өзі 5 мынандай данадан неғылады, біріктіріледі. Себебі мынау ғой, мені көріп тұрсыздар ғой. Міне 2 көк, 2 қызыл, 1 атлас. Сонда 5 түрінен мен бәрін бір деғіп, мінекей кесіп алдым. Көрдіңіздер ма? Енді осының бойларын бәрін бір деғіп кесіп алып, сосын барлығы мына ұқсап түйіп, мына ұқсап түйіп дайындап қойдым. Мінекей көрдіңіздер ғой. Мына ұқсап түйіп бойларын бәрін бір деғіп кесіп, ендерін 2,5 сантиметрден кесіп, мына ұқсап түйіп дайындап алдым. Енді осыларда тігуін қазір сіздерге көрсетейін. Бұл жерде неге қараймыз біз? Бұл жерде мынау неде? Атласта не болмайды? Түк болмайды, білесіздер. Мынаған қарасаңыздар, 2 көк, ортаға түскен, 2 қызыл шетіне түскен. Енді осыған не істейміз? Атласты ортаға қойып аламыз. Оның түгі жоқ. Мынау көк түседі, мінекей. Оның түгін төмен қаратып аламын. Және мынандай қызылдың түгін төмен қаратып аламын. Міне қараңыздар, түгін төмен қаратып алдым. Енді осы екеуін бүйтіп біріктіріп тігеміз. Міне қазір сіздерге тігуінде көрсетемін. Мына бір шетіне тігіс түсіремін, мына қоям қазір бұны. Енді екіншісінде тура сондай етіп дайындап аламыз. Екіншісінде мына көктің түгін төмен қаратамын. Мінекей. Және қызылдың түгін төмен қаратамын. Міне. Бұны да тура осындай етіп қойып ал. Ұзынша тігіспен тігіп шығамыз. Одан кейін ортасына атлас тігіп аламыз. Қазір осының бәрін көрсетемін сіздерге. Мен дайындап алдым. Атласым мынау тұр. Алдымен осы ұқсап дайындап алыңыздар. Міне мынаның түктері төмен қарап тұр. Енді осыны біріктіріп тігіп аламын. Бұл шешен құрақ көрпешені білесіздер. Ортасына ою түседі, тырнақша құрақ түседі, я. Олардың размеріне қарай. Мына ұқсап дайын болған кезде, олардың размеріне қарай қырқып ала береміз. Менің мысалы бұның алдында көрпешелерімде 15-те 15 болып не түсіп отырды. Тырнақша құрақ, ою құрақтарым 15-те 15 болып, сонына жерін 15 сантиметрден кесіп алып отырамыз.
жанындағысын тігіп алдым. Енді атлас лентама көгін ортасына келтіріп, мына көк ортасына түсу керек қой, мына қараңыздар. Көк ортасына түсу керек, қызыл шетіне түсу керек. Осыны мына атласқа тігеміз енді. Мынандай болып шықты. Мына қараңыздар. Енді бұның екінші шетін тігеміз, иә? Көрсетіп алайын. Қалғандарын осы тіге беремін. Сіздер де осылай дайындасаңыздар болады. Мін пагон құрағым шықты. Енді жаңа ортаға салынатын ою құрақтарыңыз, тырнақша құрақтарыңыз қаншадан шығады размер? Сонымен бірдей кесіп ала бересіздер осыдан. Бәрінің бойы бірдей болып, мына ұқсап дайындап алсаңыздар оңай болады. Бәрінің астына флизелин жасап шықтым. Себебі сетінейтіні бар мынаның ішінде. Мысалы атлас қат сетінейді білесіздер. Мінекей мынандай болып шықты. Енді осыны қазір үтіктеп, дайындап көрсетемін.
мынандай бу шығаратын үтікпен дайындасаңыздар өте жақсы болады. Мына тігістердің бәрін жатқызып әдемілеп үтіктеп шығамыз. Сонда жаңа ленталарыңыз 2,5 сантиметр ғой, енді оның жарымысы тігіске кетеді, білесіздер. Жарымыздан көбі де кетуі мүмкін. 0,3-0,4-тен алғанда тігістің өзін, иә, білесіздер. Сонда бұлар енді жіңішке болып тұрып қалмас үшін мынандай қылып, мінекей, көрдіңіздер ма? Міне мынандай қылып мінекей мынандай қылып теп-тегіс қылып шығарып алуға болады. Осыны үтіктеуді ұмытпаңыздар. Бұл негізі тігіспен, құрақта тігіспен үтік екеуі қатар жүру керек. Себебі құрағымыз сұлу шығу үшін тігістер түзу болу керек. Және де олардың үтік араларын былайша айтқанда әдемілеп ашып сіздерге дайындап береді. Міне сол үшін тігіс пен үтік қатар жүреді. Міне тігісін жатқызамыз. Артынан көргендеріңізге де ыңғайлы, мінекей бүйтіп арасынан бірақ бу жіберетін үтік болсын. Құрметті оқырмандар, үйренем деушілер, мінекей қараңыздар. Бәрінің ұзындығы да бірдей. Мінекей қараңыздар, бірдей шығады. Осылай шығарып отырсаңыздар бәрі әдемі болады.